кешкі түскі асқа тез жасалатын өте дәмді куриный грудка под шубой жасайтын боламыз. Бұл тағам өте сочный әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен куриный филемізді екіге бөлеміз. Үстін аздап ұрып жібереміз. Тұздаймыз. Қара бұрыш себеміз. Аздап паприка себеміз. Сұйық май жағып, екі жағын жақсылап жағып шығамыз. Және де 20 минутқа мариновать етіп қоямыз. Начинкамызға помидорымызды жуаны, майдалап туралған піскен жұмыртқаны және сыр қосамыз. Майонез қосамыз. Аздап тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Начинкамызды куриный филенің үстіне саламыз. Үстіне сыр қосамыз. Қызып тұрған пешімізге 25-30 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай өте сочный дәмді тағам шығады. Өте дәмді, жанұяларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Егер де менің рецептім ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.